тағы да біздің артық ортамыздағы Азиз мырза президент жаңа статусқа шығған мықты бизнесмен. Значогын табыс етіп көрсетіп кетіңіздерші. Азиз мырза президент статусында предприниматель, бизнесмен, бірақ біздің VIP International компаниясында он увидел возможность. Дональд Трампқа мынандай сұрақ қойған екен бір журналист. Скажите, пожалуйста, историю успеха, причину вашего успеха. Деп интервью алам десе, Дональд Трамп қалтасындағы чековый книжкасын алады да, сколько вам денег выписать екен журналистқа. Журналист айтады екен, нет, мне деньги не нужно, я хочу взять у вас интервью дегенде, Дональд Трамп айтады екен, причина моего успеха, я никогда не упускаю возможность, а ты упустил. Сондықтан да мынандай возможность не упустите. Если ты родился бедным, это не твоя беда и не твой порог. А если ты умрешь бедным, это уже твоя беда и твой порог. И что ты своим детям, внукам оставишь? Сейчас возможность подняться в этой компании, заработать и оставить детям мощнейшую наследство. Возможности Азиз мырзада жібермей, хотя бизнесмен, человек-предприниматель увидел возможность. Слышали? Әрине. Өзім жас. Енді мұнан бір ауызбен тағы берек, VIP мін көрдік сол. VIP International президент статусын жапқан құтты болсын. VIP президент болыңыз енді ары қарай жалғасын тапсын дейміз. Команда ертуге лайықтысын, команда мықты, өзің сияқты ең адал, жақсы адамдар кездесе өсін. Қошемет аямайын. Арқамызға жеткен кезде жұмыс болсын. Жеткеніміз жеткізен болайық. Енді мен өзім жасым 36-30 жаста, сіздерге ақыл үйрететін жаста келген жоқпын. Бірақ 20 жылдан бері, ес танытқан бері еркек адамға онсан естедік, табыс деп традиционный жұмыс істейміз ғой, яғни бизнес, жаңағындай кішігірім кәсіпкер болдық. Қолымыздан келгенше енді бұл жерде басқа жақпен мына жақтың салыстырған кезде 15 миллиондық бір бутигімді алатын болсам, 15 миллиондық товар оборотпен, 1 миллион, 1,5 миллион, 2 миллион табатымыз 2 жыл бұрын. Қазір кәсіпкер несиеде бәріміз қысып жатыр да, көптеген кәсіпкерлер менің сөзімді қолдайды, егер кәсіпте жүрген болса, несие отыр, жылдан жылға қиын болып баратыр. Қысып жатыр, қазір көптеген кәсіптер несие отыр, осыдан зардап шегіп жауып жатыр орындарында. Сол нәрсе бізден де айналып өткен жоқ. Бұрынғы болып жатқан 2 миллион, 1,5 миллион теңге сауда осы соңғы 3 айдың ішінде 500 мыңға түсіп кетті. 500 мың теңге не ол? 500 мың теңге сіздің продавеціңіз бен сіздің налогыңыздың ақшасы ба, арендаңыз болды, бітті. Бірақ 15 миллионның ақшасын салып, сол ақшаға түскеннен кейін біз көзімді аштым, келдім, көрдім. Осы 482.850 теңгемен, бірақ магазинмен бұл жерде 1,5 миллион, 2 миллион теңге табуға болатын возможность бар екен. Көрдіңіз ба? Ал бұл жерде не істеу керек? Просто дұрыс сол нәрсені түсіндіруіміз керек. Сен барып 5 миллион, 10 миллион мына жаққа салғанша, тіпті асықпа. Сен келіп бірінші осыған салып көрші, кәсіппен айналыңыз келсе. Ештеңе ұтылмайсың, ештеңе не қылмайсың. Ол жерде де сауда, бұл жерде реклама бір жақсысы. Ешкіммен жалынбайсыз бұл жерде. Ана жақта не істейсіз? Саудагеріміз, бизнесмен дейміз, сатамыз дейді, сатудың артында не бар? Жалыну деген сөз бар. Ешкім айтпаймыз мұны. Сату деген не? Жалыну. Ала салсаң, сөйте салсаң, сізге әдемі тұр, сөйтіп тұр, сондай. Көрдіңіз ба? 20 жылдың ішінде мен айтып отқаным, мына жеріме келді, осы компания келгенде мен бірақ сұрақ қойғаным болды. Сату болса айтпай қойшы дедім. Сату болса айтпай. Сондай жоқ, сатпайсыз. Тек қана сен өзің келдің, көрдің, осы мына кісілердің барлығы десе сіздер үшін жұмыс істейді. Не үшін сіздер үшін жұмыс істейді? Өйткені сіздер әлі мына жаққа келген болсаңыз әлі алған жоқсыздар мына ақшаны. Дұрыс па? Ол ақшаны алмаған екен, шындықты бетіңізге айта алмайсыздар. А біз мына президент, ройл президент мысалы, и президенттің жауабы мына кісілердің барлығы деседі, осы кісілер ақшасын алып отыр, доказательство бар, шетелге де қыдырып жатыр, продукция жағынан да не істеп отыр, барлығын беріп, көріп, отзывтары бар. Яғни не істеді? Сіздің келіп жатқан адамдарыңызға не істеді? Бұл кісілер просто шындықты айтады болды. Шындықты айту керек бұл жерде болды. Бұл нағыз қазақтың маркетингі шындықты айту болды. Қазақта не жақсы? Шындық айту, дұрыс па? Шындық айту біле аламыз ғой. Өтірік айтпай шындық айту. Міне, сол қасиетті білсеңіздер, сол қасиетті жоғалтпасаңыздар болды. Шыны жүріп, шын айтып, шын алған адамдарды көрсетіп отырсаңыздар болды бұл жерде. Яғни айтайын деп жатқаным, кәсіп бастасын басқа жақта. Мен сізге айтайын, асықпай бастасын.
қазір сол магазиндерді жауып жатырмыз. Неге? Өйткені сол адамдардың қасындағы адамдарға біз осы ақшаны үйретіп жатыр. Өзіміз продавецтерге білесіздер, айтпайтынбыз секреттерді. Қазір наоборот, біздің продавецтеріміз осы жаққа кіргізіп істеп жатыр. Сендер көп ақша алсаңдар деп отырмыз. Неге? Өйткені бұл кісі ақша алып жатса не болады? Сіздерге 2 есе ақша алады. Көрдіңіз ба? Жақсылық па? Жақсылық. Қазаққа жақсы тән ба бұл? Тән. Дұрыс па? Жақсылықпен не дейді? Жақсылықпен қайтару деген сияқты. Сондықтан ойланбаңыздар, осы уақытта ойландыңыздар, иә? Мынау деген қазір түк те ештеңе емес. Осы затты, осы продукцияны байқамай отырсаңыздар да басқа жақтан да алып отырсыздар. Сіздің шақыруға ұялам деген адамдарды алып отыр ол заттар. Енді не істеуіміз керек? Қазақпыз ғой, иә? Осы уақытқа дейін көрдік, іштік, жедік, ешқандай пайда келген жоқ. Соны біле отыра, енді осы компания кіре отыра, енді дұрыс ақшамызды дұрыс жерге салуға үйренейік. Түсінесіздер ма? Сондықтан сол нәрсені өзіміздің 2 адамға үйретейік. Ол өзін 2 адам үйретсін. Сол шындықты айта отыра, шындықты ақшаны тілей отыра, сіз бұл жерде үлкен команда құрасыз. Тек қана ойламаңыздар, продукцияны алым деп. Мына 600 квадратты офистің өзі осы 480 сізге бонуспен келіп отыр. Бір тиын ақша төлемейсіздер, шыны керек. Рахат па? Рахат. Ертең білесіз, Астананың қаласын не? 3 айға жылы болады, қалған уақытысын барлық не істейді? Суытады. Көпшілік халықтар не істеп отыр? Сыртта жүріп жаурап отқан жұмыс істеп отыр. 100 мыңға, 150 мыңға, 200 мыңға. Дұрыс па? Мейлі істей берсін, бірақ жұмыстан кейін келіп 2 сағат жылы жерде осылай, осы компаниямен, осы продукцияны іше отыра, денсаулығын тұрдай отыра, осы жерде сіздермен бірге, бізбен бірге жұмыс істесе, не болады? Дополнительно осы ақшаларды алып отырса, не болады? Өзінің армандаған, өзінің қойған, мақсатына қойған арманына кішкене болса не істейсіздер? Жеңілдетіп бересіздер. Дұрыс па? Дұрыс. Не істеп отыр? Арманына жеткізу, жылы жерде жұмыс істеу, орта, оның үстінде электронды магазин, артынан қатқан бура, бұның барлығы комплект сіздерге подарок жүреді. Тем более, мына кісілер сіздер үшін жұмыс істейді, яғни біз сіздер үшін жұмыс істейміз. Ертең сіздер не істейсіздер? Осы жағдайға жеткен кезде сіздер мына кісілерге не істейсіздер? Просто қалай жетсіңдер, соны айтып отырсаңыздар болды. Міне. Мына тұрған жердің кім қай жерде тұратынын ешкім білмейді. Мен білмеймін, мысалы, дұрыс па? Бірақ сіздер өзіңіз үйге барып келген жеріңізді сіздер менен беске білесіздер. Бірақ сіздің қасында жүріп, сіз үйіңізге бір көрсетсеңіз, мен не істеймін? Сол нәрсені қайталамын ғой, білемін ғой. Сол сияқты білетін нәрсеңізді айтып, ерінбей көрсетіп отырсаңыздар болды бұл жерде. Ең бастысы не? Шындық и мынау ақшаны біреуге қалайсыз ба шынымен де соны ішіңізден шығарсаңыздар болды, басқа ештеңе керегі жоқ. Ешқандай қиындық да жоқ бұл жерде. Бұл жерде жаңағында жұмыс орналасатын болса барлығын стаж сұрайды, озық сұрайды, түрін сұрайды, пол сұрайды, дұрыс па? Еркек жыныстық жаңағы әйел болсын, дұрыс па? Ал бұл жерде не істеп отыр? Бұл жерде ешкім кім қандайсың? Не істедің бұрын? Қалай болды? Қанша рет құладың, қанша рет тұрдың? Ешкім ештеңе керегі жоқ бұл жерде. Бұл жерде жаңа не істейсіз? Жаңа дәптерден бастаған сияқты жаңадан бастайсыздар. Мына жерде тұрғанда бүкіл мамандықтарыңыз бар. Әр адам менен мықты мамандықтарыңыз бар. Менен де мықты опыттарыңыз бар. Дұрыс па? Бұл жерге шыны керек ондай да бір мынау айтқандай опыт та керек жоқ бұл жерде. Тек қана жаңағы айтып отқаным қазақтың маркетингіміз не? Шындықты айтсаңыздар, шын жынмен көмектессеңіздер 2 адамыңызға. Ол кісі сол нәрсені сізден қабылдап, өзінің 2 адамына шын жүректен соқшылар тілесе, осы продукциялар денсаулықты тілесе, болды мінекей. Басқа ештеңе керек жоқ бұл жерде. Бүйтіп тұрып, еңкейіп, жерден бірдеңе алмайсыздар бұл жерде. Міне, сол үшін 21 ғасырдың осы жұмысы осы деп айтамын. Жастардың жұмысы, орта буынның жұмысы, артымыздан келатқан неберелерімізде жұмысы осы болады. Сіздер қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да істеп кете беретін нәрсе. Сондықтан көп ойланбаңыздар, уақыттарыңызды көп шашпаңыздар. 1 жыл, 2 жыл шыдаңыздар. Осы ішінде бір квартира алыңыздар. Сізден келген көрген адамдар не істейді? Сол нәрсені қайталағысы келеді. Сондықтан дәл уақытта, дәл моментте уақыттарыңызды беріп алыңыздар. Айтар сөзім сол. Міне артында мықты әйелі тұрады да ол. Мүлде қолыңыз көтеріп қойыңыз, міне жұбайы мықты семейный бизнес. Осы кел. Семейный бизнес екенін көрсетіп отыр ғой, бұл жерде бәріміз отбасымызбенбіз. Менің келіншегім ана жақта жүрген склад жақта. Осындай отбасымен істеп жатқан бизнес, міне келіншегі жұбайы. Бұлар отбасы 5 баланың ата-анасы, үйінде бір керемет бір результат болды. Соны айтып бере салыңыз, қысқаша болды. Қысқаша.
продукцияға келген кезде бұл кісіні қысады енді сондай тәрбиелейді. Бізде продукцияға келгеніміз баламыз, 4-ші баламыз аутизм деп диагноз қойды. Сол диагноз қойған кезде неше түрлі жерлерге апардық. Қолымыз келген кезде, болмаған кезде кредит алдық. Яғни бала үшін өздеріңіз білесіздер, ештеңе аямаймыз. Ташкентке де апардық, в общем, Алматыға да апардық, бүкіл жерге апардық. Бірақ аса қатты айтатын результат болған жоқ. Мына біздің алтын күміс су мен ішкізе отыра алтын суымызды, иә. Бірақ содан кішігірім мықты мынандай балдардың тән өзіміздің жаңағындай көре бастадық. Ол өзінен өзі жаңағы мам десе басты, пап деп айта бастады, жаңағы өзі самостоятельно памперсін шешіп туалетке барып сие бастайды. Мысалға, енді кішкентай бала, Аян деген ұл жігіт, өзіңіз білесіздер, кішкентай бала не істейді, дәлдеп сиеді, иә, бүйтіп қарағанда. Ренжімеңіздер, кішкентай бала не айтып жатыр. Иә, соны бір жерін ұстап тұрып, дәлдеп тұрып, жаңағындай басқа жаққа танымайтындай, соны сана сезім соған қалпына келтіріп отыру керек қарағанда. Көрдіңіздер ме? Сол сәтте айтқан, тек қана сіздер бұл компанияға келгенде тек қана өздеріңізде емес, өзге де адамдарға не істейсіздер, көмектесіздер. Неге? Өйткені Алла Тағала не істейді? Біз бәріміз Алланың несіміз, қолымыз, дұрыс па? Алла Тағала бәріміз сынайды. Ақшамен сынайды, денсаулықпен сынайды, баламен сынайды, бірақ Құдай сақтасын, онымен баламен сынамасын. Бірақ сонда да не істеу керек? Бір шешімін, амалын береді десе, дұрыс па? Сол сияқты айтатқаным, осы компания келе отырады, тек қана өзіңіз ғана емес, өзге де көптеген адамдарға не істейсіз, көмегіңіз, пайдаңыз тиеді. Егер өзіңізге бірінші тиген соң, басқаларға айтпасаңыз не болады? Бір шетінен кішігірім күнә болады ғой, біліп тұрып айтпаған, дұрыс па? Сол сияқты айтатқан компанияға келіңіздер, өздеріңіз көмектесіңіздер, арғы несіңіз, өзгелерге де көмектесіңіздер. Сол үшін балаңыз қанша жаста? 4 жаста, 4 жаста, қазір 5-ке толды. Оның ішінде 5-ке толды. Сонымен Ал енді құрметті ханымдар мен мырзалар, сабақты бастады. Сабақты енді жақсылап аяқтауымыз керек. Сондықтан сіздерге менімен көңіл бөліп, осы жерде отырып, менімен ат салысып, осы әңгімелерге жаңағы марапаттауға қатысып, айтамыз ғой 40-ына шыдап, 41-не шыдап, осылай алтын уақыттарыңызды бөліп отырғаныңызға мыңда бір рахмет. Енді қазақта сөз бар, жаңбыр мен жер көгерер дейді, бата мен ел көгерер дейді. Сондықтан әжеміз бар, осы жерде 80-ге келіп қалған. Сізді ортаға шақырып, осы қауымға бір алақаныңызды жайып, батаңызды беріп, бүгінгі жұма, мұсылмандардың ең бір алтын бір күні, сондықтан өзіңіз бір жақсы батаңызды беріңіз. Бұл кісі міне 80-ге жасы келіп қалса да, бұл кісі міне осы бизнеста жүр. Оның бұл кісінің жанында жүгіріп жүріп бизнесімізді жасауымыз керек қой. Сондықтан сөз өзіңізде, бата сізде. Бүгінгі мектепке қарыдай болып кіріп, таудай болып шығарып жатқан біздің ұстаздарымыздың күні. Ұстаздарымыздың дендеріне саулық, бала-шағаларына амандық, алтыларынан ғалымды да, академикті де, жұмысшыны да дайындап шығарып жатқан мұғалімдеріміздің бәріне дендеріне саулық, бастарына амандық, 100 жасасын деп тілегімізді айтамыз. Енді осы компанияны Алла Тағала бізге, біздің қазаққа деп Алла Тағала жасап жіберген сияқты, қанша компания бар, ананы іш, мынаны іш дейді, бұл жерде етаппенен қалай ішіп, қалай тазалау керек, соның бәрін қойып қойған. Осы жерге бәріміз бұлай келгенбіз, жаңағы мына кісі айтқандай, қайнағамның аты айтамайым, бүйтіп келгенбіз 2 жыл бұрын. Қазір бүйтіп алып, қыздар қалжыңдайды, апа қай қапты деп. Аллаға шүкір, осы жердегі өнімнің бәрін етап бойынша ішіп, қандай өзімде жаңағы нәтиже болды, соның бәрін айта жүріп, қай жерден осы кісілер келеді, мен әйтеуір апа деп тауылады, соларыңызға мың рахметімді айтамын. Бүтін Қазақстан, Қырғызстан әйтеуір келіп жатыр. Не тілейміз? Месут бейімізге, отбасына Алла Тағаланың деніне саулық берсін. Бізге осы компанияны бастаған дәулетімізге, меруертімізге, артынан ерген Жолдасбегіміз бар, 13 вип-президенттерімізге Алла Тағала дендеріне саулық беріп, артынан ерген осы қорым бүткіл 20 миллион халықты артынан ертсін. Осы компанияның әулеті 70 мемлекетке тарап, қазақтар 1-ші орынға шығып, бай қуатты болайық, деніміз сау болсын, ұрпағымыздың қызығын көрейік, жер тұрғанша Қазақстан көркейіп тұрсын. Рахмет сізге. Мың алғыс,
рахмет. Ертеңгі семинарда аман есен құшақ жайып қарсы алуға сіздерге дайынбыз.